Әл-Фараби шығыс медицинасы дәрігер Еркінбек. Біз бүгін тағы да отандық медицинаны қолдауды дәріптейміз. Өйткені ауылдағы клиника, амбулаториялар біз үшін үлкен көмегін жасап отырғандығын ұмытпайық. Отандастар, ал ондай болса біз бүгін мынау қан талдауларының ішінде бауырдың 7 түрлі факторын анықтау арқылы бауырда қандай жағдай болып жатқандығын түсінуімізге болады. Әдетте біздің қол аяғымыз сынып кетеді, белден төмен, кіндіктен төмен сынеді, жоғары жағымыз сынеді. Осы факторларға келген кезде біз жай өзімізге алаңдамай жүре береміз. Осы факторлардың барлығы бізге күнделікті жағдайларда кездесіп отырады. Сондықтан отандастар осы мәселені басты назарға ала отырып, төмендегі бауыр анализін тексеруде көңіл бөлетін 7 түрлі факторды айта кетпекпін. Біріншісі жаңа трансаминаза. Алт-аст жаңағы осы бауыр биохимиялық тексерудегі бауырдың жалпы жасаушыларындағы өзгерістерді көреміз. Егер осы трансаминаза жоғары болып кетсе, онда бауырда зақымдалу болады деген сөз. Бұл трансаминаза деген не? Ағзада ақуыз алмасуының бұзылуын немесе бауыр, бүйрек, ішек жүйесін ақау болуын келтіріп шығаратын фактор. Көрдіңіздер ме? Бұл жаңағы біздің ағзадағы ақуыздардың алмасуының кедергі жасады, бұзылған немесе бауырымыздың, бүйрегіміздің, ішек жүйесінің де ақау болғандығын білдіреді. Сондықтан денемізде азда болса да ісіну пайда болады. Сондықтан бірінші трансаминаза осы факторды анықтаймыз. Екінші билирубин. Әдетте биохимиялық талдау кезінде алт-аст және билирубин деп келеді. Жалпылық билирубин. Тәнхоңсу дейді. Бұл өттің қызылы. Өт қызылы тасыған кезде адамдарда сарғаю пайда болады. Әсіресе кішкене балаларда жаңағы өмірге келе салған кезде олардың ағзасындағы ақуыздың зат алмасуының бұзылуынан денесі сарғаю пайда болады. Осы факторлар. Оларды вакуумға қойып, ары қарай ем шарасын жасайды. Ал енді үшінші фактор альбумин. Альбумин деген не? Альбумин бауырда бұзылатын қан ақуызы. Бауырда түзілетін қан ақуызы. Бауыр жасаушылардың зақымдалуынан туындайды. Жаңағы алт-аст бауыр жасаушылар бар. Осылар зақымдалған кезде альбуминнің мөлшері төмендеп кетеді. Енді бұдан қандай өзгерістер болады? Жаңа біз билирубинда өт қызылын тасуында сарғаю дедік, сары ауру пайда болады дедік, жігер деп бірақ. Ал енді бұл альбумин төмендеп кеткен жағдайда бұнда жаңағы бауырдың қатаюы, ішке су жиналу пайда болады. Сондықтан адам денесі ісіне бастайды. Енді осының қалыпты жағдайдағы мөлшері 35-те 50 литрінде 35-те 50 грамм болады. Енді одан төмендеп кетсе, онда жаңағы бауырда түзілетін қан ақуызы нашарлап кетті деген сөз. Осы мәселелерге көңіл бөлуіміз керек. Ал енді төртінші фактор біз УЗИ арқылы анықтауымызға болады. Мұнда жаңағы вена артерия тамырларының кеңейіп кетуі. Егер олар қалыпты мөлшерден вена артерия тамырлары кеңейіп кетсе, онда бауырда қатаю құбылыс пайда болады. Енді төртінші фактор APT. Бұл альфа-фетоферритин. Бұл бауыр жыныс бездері немесе ұрық даму бойынша өзгерістер білдіруі мүмкін. Біздің жаңағы жыныс бездеріміз бен ұрық дамуына әсер ететін факторлар. Егер осыларда мөлшері жаңағы әдеттегі мөлшерден жоғарылап кетсе, онда бауырда сыну пайда болады. Бауырда жалпы қатерлі ісіктің белгісі байқалады деген сөз. APT. Бұл жаңағы альфа-фетоферритин. Осылар жоғарылап кеткен жағдайда біздің бауырымызда өзгерістер, мәселен қатерлі ісіктің белгісі байқалуы мүмкін. Денеміз ісіп жатқаннан кейін. Ал енді 6-шы жағынан жаңағы бауырдың вена және артерия тамырлары болады бауырда. Осылардың кеңейіп кетуінен
жасаушылардың тінге тасымалдауы жеткіліксіз болғандықтан ол жерде де өзгерістер болады. Бауыр түтікшелерінде өзгерістер, бауыр түтікшелерінің жуандап және жіңішкеріп кету, болмаса жуандап кетуінен. Осындай біздің жаңағы жасаушы тіндерімізге азықтық жетіспеушіліктен тағы да осындай фактор бауырларда ісіну пайда болады. Бауырға адам денесіне ісінулер қалыпты жасалады деген сөз. Енді жетінші фактор жаңағы тромбоцит. Тромбоцит жоғарылап кеткенде не болады? Жаңағы жабыспақтық пайда болады дегеніміз. Ал енді болса төмендеп кеткен кезде, онда тромбоцит төмендеген кезде жалпы мүшелердің иммунитеттік органдардың иммунитеттік жүйесі бұзылады. Ал енді аққан түйіршілігі төмендеп кеткенде қалай болады? Онда жаңағы мүшелі иммунитет төмендейді. Миелиз дейміз. Иммунитет төмендеп кетеді. Ал енді мына жердегі парқы қалай? Осы иммунитетті қалыптастыратын органдардың функциялық қызметі төмендейді деген сөз. Ондай болса, біздің бауырымызда қатаю пайда болады екен. Демек, біз өзімізді тұрғылықты жердегі клиникаға, амбулаторияға, медпункттеріне барып, ауылдағы әрдайым өзіміздің бір жылда бір рет өтетін медосмотрдан өтіп, 3 ай сайын бір қан анализі тапсырып тұрсақ, онда бізде аурудың алдын алуымызға болады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Әл-Фараби шығыс медицинасы.